Иә, бізде 9-12 мамыр аралығында біз телефондық сауалнама өткіздік. 1200 респонденттің қатысуымен. Яғни қазір жағдайда мынадай 3 санды мысалы сізге айта аламын. Бірінші, ол жалпы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың референдум өткізу туралы бастамасын 76,4% халық қолдап отыр. Референдумның болатындығы туралы, яғни 5 маусымда Қазақстан Республикасында референдум өтеді деген, яғни хабардар болуы бізде 70%. Ал енді референдумға қатысамын деген ниет білдірген респонденттердің саны 66,4%. Ол аз ба, көп па? Енді мысалы қараңыз, референдум бізде өтті деп есептеледі, егер сайлаушылардың 50% астам дауыс берсе. Бұл әрине ниет білдіргендер 66,4%. Яғни нақты 66,4% келеді деген сөз емес. Бұл жаңағыдай ниет білдіргендер. Бұл референдумды біліп, сосын жаңағыдай референдумға қатысамын деген сандар. Сондықтан да бұл енді жалпы егер дәстүрлі жаңағыдай батыс әлем бірізілігі, батыс әлемін жаңағыдай бір стандарт қыламыз ғой. Мысалы саяси қатысу деңгейі жағынан мысалы белсенді деп айтамыз, иә. Сол себептен 66,4% ол өте жақсы деңгей. Өте жақсы деңгей, жаңағыдай сайлауға қатысты болсын, референдумға қатысты болсын. Бірақ мынандай ерекшелік бар. Негізінен біз ойлаймыз жаңағыдай неғұрлым мемлекет дамыған болады, соғұрлым саяси қатысу деңгейі жоғары болады. Шын мәнісінде олай емес. Мысалы Америка Құрама Штатының мысалы саяси мәдениет деген үлкен бір бағдарламасы бар. Соның негізіндегі жүріп жатқан зерттеулерге назар аударсақ, неғұрлым мемлекет дамыған болады, неғұрлым әлеуметтік жағдай мемлекеттің жақсарады, халықтың жақсарады, соғұрлым саясатқа араласу төмендейді. Саяси белсенділік төмен болады. Бұл тікелей корреляция.